Мына жаққа қарасаңыздар, міне бұл жерде біз НПФ-тан мүгедектігі бар, бессрочно мүгедектігі бар әйелді аннуитетке өткіздік. Мына жерде 8 миллион 482, ал порог 19 миллион қосып кеткен. Аннуитетке өту үшін мына порогқа қарамайсыздар. Мынаға мүлдем қарамайсыздар, мынаған қарайсыздар. Міне мынау өтеді. Аннуитетке мүгедектігі бар адамдар 6-7 миллионмен өтеді. Мүгедектігі бойынша бұл кісі 7 миллион 200 бен өтті. Қалған суммасын мына жаққа түсіреміз. Мүгедектікке өткен договоры, не қараңыздар, бұның барлығы өтпейді. Сізде 7 миллион 300 бен өттіңіз мүгедектік бойынша. Бұл кісінің жасы келіп тұр, сол үшін ай сайын пенсия 35.829 теңге алып отыр. Одан бөлек осы пенсиясы, мына пенсия 8%-бен көбейеді. Ежегодно увеличивается. Вот индексация. Вот. Мынау 35.829 теңге 8%-бен көбейеді. Ал сіз НПФ-та қалсаңыз, НПФ-та қалғанда, бұл жерде сізде 4%-бен ғана көбейіп отырады. Сіз пенсионер болып осы жермен шығам десеңіз 4%-бен. Аннуитетке өту арқылы осы жерден артылған ақшасын мына жаққа түсіріп, ол кісі 7 миллион 300 бен өтті ғой, қалған миллион теңгесі мына жаққа түседі. Оны тоже қолына шығарып береміз. Бонус ретінде бұл кісі мына 700 мың теңгеден плюс қолына 830 мың теңге алды. Одан бөлік ақшасы 830 мың қолына алды. Сонда ол кісі 2 миллионға жуық ақша шығарып отыр мына жерден. Көрдіңіз бе? Егер сіз аннуитетке өтпесеңіз, НПФ-та қалсаңыз, ондай ақшаны сізге ешкім бермейді. Себебі сізде порог тұр. Міне мынау порог. Егер аннуитетке өтсеңіз, осы порог алынып тастайды. И плюс мына жерде артылған ақшаңыз астына түсіп отырады. Көрдіңіз бе? Егер де сіздерге осы информация қызық болса, менің жекеме жазыңыздар. Көмек беремін.